Батыр айтуға мәжбүрмін, не деп аға? Мәжбүрлеп айтқандай болған, айтқан бұны. Сол кезде біз мәңгі боламыз деп сөз бермеген. Дариға Нұрсұлтан қызына арнау болып тұр. Біз Ерлан екеуміз бардық. Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Мәселен, Қазбек Құрайыш сіздің Дариға жүрек әнін орындап жүр. Иә. Жастарға өтіп жатыр. Өтіп жатыр. Оны шын айтқан кезде қазір көпшілік, ой, Қазбектің әні екен ғой деп қабылдап та жатыр. Дей берсін. Содан кейін, мәселен, оның негізгі түп тамырының сізден тарағанын білмейді де. Сондықтан біз батыр айтуға мәжбүрмін, не деп аға? Сізден еш нәрсені жасырып жатқан айта берсін, ол айтқаны дұрыс, кең таралсын. Тыңдадыңыз ғой осы әнді? Бір рет қарасам тұр екен, мен YouTube қарайым тек қана. Жаман емес, аяқ асты экспромт вариантта айтылған, жүректен айтылған. Өйткені бұл ән. Бауыржан Есебаев уақытысында менің 20 жыл алдын айтқан әннің құдіреті бұл жерде, өнердің құдіреті. Бұл әнді қалай айтсам... Қазбектік емес. Қазбектік емес. Алып сол мен бұл таласайын деп жатқан жоқ, бұл солай ақ болсын. Қызғаныш бар ма? Жоқ, қайықтың қызған. Стилистика. Сіздікі басқаша, мүлдем. Да, солай шығар. Жүректен өткізіп айтасыз ба, әлде музыкалық шаблондармен айтасыз ба? Бұның тарихы, жаңа айтып жатырмын ба, Дариға жүректің мен мәжбүрлеп айтқандай болған, айтқан бұны. Мәжбүрлеп? Солай сияқты болып қалған басында. Жоқ, бұлай болды, осы 20 жыл алдын. Серік Абаша хабар арнасынан телефон соғып. Медеу, жол жөнекке жолығып кету керек. Мұнан ішінде бір ән бар, осыны тыңдада қолға алу керек, орындау керек. Осыған зер сал деді. Тыңдасам, сөзі әбәдемі сияқты, бағыты жақ. Бірақ орындаушылық, автордың орындаушылық, мәнер, шебершілігіне мүлдем сөз жоқ. Просто акапелін айтып берген. Қарсалы барайлы дала таңдарын, жанымда жүрсем, жүректе жазылды Дариға есі. Күндер айтер беткен махаббат бесігін. Ах, мына жерді мына нот. Угадай мелодия сияқты болып қалды. Оның бұлай хит болады деп дәл сол кезде біреу маған айтатын болса, біз енді өзіне күліп қарар ма едік. Бірақ сол енді өзіміздің жүрегімізді салдық, енді сәл аяладық. Мысалы... Кім туралы айтып жатқаныңыз білмейсіз? Жоқ, білмейміз. Қазір де білмейсіз бе? Дариға деген мен ойладым, Дариға Назарбаеваның құрметіне жазылған әнді. Ол кезде білген жоқ. Кейін әнді жазып, өткіздік міне. Кейін мен оны аңғармаймын. Мен біз қазағымыздың Дариға деген қыздары, енді қазақтың қайтқанда да Дариға деген, Дариға дәурен көп деген ғой. Классикалық бағыттаған сөйтсек солай екен, саясатты сондай жатыр екен. Жарайды, бір ұжым болып, бір сый-сияпат жасағаны шығар енді деп ойладым. Менің болжамым дұрыс болып тұр ғой. Солай екен, иә. Болжам солай болды. Елдер маған өзіме түсіндіріп жатыр. Бейнебаянды түсіруші ұжым Дариға Нұрсұлтан қызына арнау болып тұр. Өзім үшін бір жаңа тарихты ашып отырмын, рахмет. Бұл енді ашылатын әңгіме, бұны қаншағын құпия сақтайсың, оны бұлайша сөзсіз айтып ақ жүр екен қазір. Екінші үлкен мәселе, Медеу Арынбаев десек бәрі де сұрайтын, ол АБК туралы. Керемет топ. Осыста шегелеп айтайық. АБК дегеніміз ол Арынбаев, Болманов, Көкеев. Осылай АБК деп құралған. Концертіңізде, Республика сарайында өткен, мен Ерлан Көкеевті көрдім. Әсіресе тереземді, ұрмаңдар, тамшылар, ән айтылған кезде орнынан ұтқып тұрып, сізге бір қолдау танытуға тырысты әбден. Бірақ мен Болманов мырзаны байқаған жоқпын. Шақырмадыңыз ба, әлде келмеді ме? Жоқ, шақырдым. Жаныма жақын жандардың барын шақырдым. Уақытың болса кел, түсінем, қарбалас кезең, бірақ көргім келеді. Деп мен аудио хабарлама жібердім. Мен ойладым, енді келеді ғой енді, бір күнге кел. Жауап берген жоқ па? Жауап берген жоқ. Концерттен кейін жарайды, келмепті. Келмеді. Концертің өтіпті, Медеу, құттықтайым деген. Құттықтау болды ма? Ондай болған жоқ. Солидарность деген мен түсініп жатырмын, сол қарбалас болды. Бірақ 18 қазан күні менің концертім Алматыда Республика сарайында болды. 24 қазан күні Ұлытау тобының, Қыдырәлінің енді тұңғышы, өзінің баптап өсірген тобының, біз Ерлан екеуміз бардық.
сол кезде құтты болсын өтіп жатыр, естіп жатырмын деді қойды, болды. Нормально. Мұны сұрауымның себебі тағы да сол интернет желісінде жазып жатыр, АБК тобының таралуының түбінде бір төбелес жатыр дейді. Құдай, қандай тіпті төбелес. бір сұхбатыңызда Қыдырәлі мырзамен жаға жыртысып қалғаныңызды сіз айтқан екенсіз. Ол баяғыда Төбелескенсіз ғой. Ол да есімде жоқ, мен де есімде жоқ. Сондай бір сәт қояйшы. Ол төбелесіп қарылысып жүрді деген өтірік. Жарайды, онда неліктен АБК тарап кетті? Соншалық керемет болған. Мен қайықта білейін. АБК-ның біз өткенде бір сұхбатымда айтқам, АБК неліктен? АБК біз тарамаймыз деп, баста қосылған кезде біз мәңгі боламыз деп сөз бермегенбіз. Арынбаев пен Болмановтың арасында не болды? Не сыр? Неге арада 30 жылдан астам уақыт өтсе де Болманов мырза Медеу Арынбаевтың концертіне келмейді? Бұны айтып жатқан жоқ, біздің арамызда ынтымақтық, дос, айырылмастық, тамыр таныс біліс. Демек 96 сөздің тобықтай түйінін бүгін қояйық. Ол 98 жылдарда, 99 жылдарда қанша мәрте төбелестіңіз? Кіммен жаға Болмановпен? Болмановпен бір-ақ рет төбелескенбіз енді. Ол бар енді екеуміз. Ертесіне бірақ қара хат есімізге салғанда күлеміз бір. Кім жеңді сонда деп қоямыз бізге. Иә, өте қызық. Қойшы қайықта. Ол кезде түнгі клубтарда қырылса бір-бірімізбен емес. Біз басқалармен қырылысып қалғандар енді болды. Ол несін жасырып жас болдық. Асау болдық. Мінез бар. Мінез бар енді. Ол кезде жалғыз біз дейсің ба қырылысып жүрген, барлығы қырылысып жүрген ғой. Балалық шалалықпен жасалған. Балалықпен шалалық, жаға ұстасып қалып, артыңда кім бар деген әңгімелер ол 90 жылдарда болған. Жалғыз біз дейсің ба? Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз құрметті көрермен.